Сәлем достар, сіздермен бірге түсінікті әрі оңай тілдегі түсінікті медицина каналы. Бүгінгі тақырып жүрек гипертрофиялар туралы. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз тақырыбымызды бастаймыз. Бізде жүрек гипертрофиясы дегеніміз не? Жүрек гипертрофиясы дегеніміз жүректің әрбір талшығының саны мен массасының өсуі нәтижесінде жүрек бөлімінің жалпы салмағының артуы. Ол жүрек шемен қаршылардың гиперфункциясы нәтижесінде дамиды. Яғни жүрекке қандай да бір күш түскен кезде жүректің миокардтың функциясының артуы нәтижесінде оның әрбір талшығы мен массасының өсуі. Біз бұны жүректің гипертрофиясы дейміз. Біз білеміз, жүрек 4 камерадан, 2 жүрекше, 2 қарыншадан тұрады. Ең бірінші сол жүрек гипертрофиясынан бастайық. Біз айттық, импульс жүрекше арқылы өткен кезде біз ЭКГ-да, кардиограммада П түрінде көреміз дедік. Яғни жүрекшелерде гипертрофия болған кезде бізде П-да өзгеріс болады. Сол жүрек гипертрофиясында ЭКГ-да ең бірінші бұл П тішесінің кеңеюі байқалады. Қалыптыда П тішесінің ұзақтығы 0,1 секунд болады ғой. Гипертрофия кезінде барлық тіркемелерде П тішесі 0,1 секундтан жоғары болады. Ал П бірінші, екінші стандарт тіркемеде және де АВЛ-да, В5 валды кеуделі тіркемеде 2 еселенуі байқалады. Амплитудасының және жоғарылауы байқалады. Тағы бір белгісі, бұл П-ның В1, В2 кеуделі тіркемелерде теріс фазада бұл. Мысалы, изолиниядан төмен болатын болса, біз оны теріс фазалы дейміз. Осылай В1, В2-де теріс фаза түрінде байқалса, біз осындай сол жүрек гипертрофиясы дейміз. Достар, ұмытпаймыз, үш негізгі белгісі П тішесінің кеңеюі, П тішесінің 2 еселеу және теріс фаза болуы. Енді сол жүрек гипертрофиясы қандай ауруларда кездеседі? Ол көбіне жүрекшаралық перденің ақауында, жаңа туылғандарда, ми қан айналымы бұзылысы кезінде, туа біткен жүрек ақауларына, митральды қақпақша ақауында, метаболикалық синдромда, синатриалды бөгемеде және де сол қарынша гипоплазиясында. Мына жерде ЭКГ-да өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық тіркемелерде П тішесі 0,12 секунд тіркелген, яғни ұзақтығы өскен. Мына жақта да қараңыз, П тішесі 0,14 секунд көрсетіп тұр, және де В1-де П тішесі теріс фазаны көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ғой, ұмытпаймыз, П тішесінің кеңеюі, П тішесінің 2 еселенуі және де теріс фаза. Бұл сол жүрек гипертрофиясы. Міне, мына жерде өздеріңіз көріп тұрсыздар, 2 еселенуі. Әдетте импульс бізде жүрекшеден өткен кезде ең бірінші оң жақ жүрекше, сосын сол жақ жүрекше қозады дедік қой. Сол жақ жүрекше екінші қозғандықтан бізде 2 еселенген кезде көбіне П-ның артқы өркешінің биіктеуі байқалады. Немесе екеуі бірдей түрде байқалады. Мысалы, мына жерде А-да екеуі бірдей түрде, ал Б-да артқы өркешінің жоғарылауы байқалып тұр. Көрдіңіздер ме? Екінші, үшінші стандартты АВЛ-да және де В5, В6-да осылай белгі байқалады. Енді оң жақ жүрек гипертрофиясын айтатын болсақ, бұл жерде П тішесі үлкеймейді, сол қалпында қалады. Ұзақтығы тек қана бізде П өткір, үшкір дейді ғой, сондай түрде көрініс көрінеді, жоғары қараған, симметриялы, және де екінші, үшінші АВФ-да П тішесі мен Т тішесі екеуін салыстыратын болсақ, екеуі тең болуы мүмкін, немесе П тішесі кішкене үлкейген болуы мүмкін амплитудасы. Екінші, үшінші АВФ-да. Сосын үшінші мен бірінші стандарт тіркемеде П-ны салыстыратын болсақ, бірінші стандарттық тіркемеге қарағанда 3-те П-ның жоғарылауы амплитудасының кішкене биік болуы байқалады. Қадар В1, В2-де оң фаза түрінде білінеді. Міне, мына жерде қараңыздаршы, оң жақ жүрек гипертрофиясында екінші, үшінші стандартта П тішесі АВФ-та өткір және де 4 мл көрсетіп тұр амплитудасы. Бұларды Т-мен салыстыратын болсақ, 2, 3 пен АВФ-тағы Т-ларды қарайтын болсақ, Т-ға қарағанда сәл биіктеу байқалады. Байқадыңыздар ма? 3 пенен бірінші тіркемен салыстыратын болсақ, 1-ге қарағанда 3-тің жоғарылауы білінеді. Ұзақтығы 0,08, яғни 1 секундтан кем.
оң жақ жүрекші гипертрофиясы көбінесе бұл П пульмональ деп атайды. Оны ұмытпаңыздар, П пульмональ өте көп кездеседі. Бұлар өкпенің созылмалы ауруларында, созылмалы өкпетекті жүректе, трикуспидальды стенозда, өкпелік гипертензияда, қайталанбалы тромбоэмболияда, жүректің туа біткен ақауларында жиі кездеседі. Енді сол жақ қаныша гипертрофиясы. Бұның өте көп белгілері бар, бірақ ең жиі есте қалады. Мен 3 белгісін ата кетейін. Бірінші белгісі В1, В2-де S-тің амплитудасының терең болу, изолинадан өте терең орналасады. В5, В6-да R-дің амплитудасы жоғары болады. Ұмытпаймыз. S В1, В2-де, R В5, В6-да. Және R В4-ке қарағанда В5-те, В5-ке қарағанда В6-да амплитудасының жоғарылағаны байқалады. Есте сақтадық қой. Тағы бір белгісін айта кететін болсақ, В5-тегі R менен В2-дегі S-тің қосындысы 35 мл-ден жоғары болу керек. Мына жерде В2-дегі S-тің өзі 30 мл, В5-тегі R-дің өзі 37, екеуін қосқанда 67 болды. Енді оң жақ қаныша гипертрофиясын айтатын болсақ, бұл жерде жүректің электрлік ойысы оңға ығысады, альфа бұрышы 100-ден жоғары болады. Алдыңғы сабақта электрлік ойысты анықтауды айттық. Ал R В1, В2-де. Анада сол жақ қаншыда керісінше S болды, бұл жерде В1, В2-де R, В5, В6 S-тің амплитудасын жоғары болады. Және R, В1-дегі R 7 мл-ден жоғары болады. В1-дегі R мен В5-дегі S-тің қосындысы 10-да 2-ден жоғары болады. Сол жақ қаныша қарама қарсы, яғни В1, В2-де R-дің, В5, В6 S-тің амплитудасы. Мына жерде қарайтын болсақ, міне В1-де бізде R 9 мл дейді, яғни 7-ден жоғары, және де В5-де S 15 мл. Екеуін қосқан кезде 24, 10-да 5-ден жоғары. Бұл оң жақ қаныша гипертрофиясы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше. Каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер.